Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі 2 сынып қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы үзіліс кезінде демалуға арналған ережелерді сақтаймын. Хабарлы сөйлем. Ана тілің біліп қой, еркіндігің теңдігің. Ана тілің біліп қой, мақтанышың елдігің. Ана тілің арың бол, ұятың боп тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Бүгінгі сабақта хабарлы сөйлем туралы түсінік қалыптастыру, сөйлем құрау дағдыларын жетілдіру, сөйлем соңына тиісті белгіні қоя алу, үзіліс кезіндегі демалуға арналған ережелерді құрастыру, мәтінді түсініп оқы. Балалар, берілген мәтінді бірге оқиық. Үзілісте. Сәуле сынып ұжымының ұйымдастырушысы. Ол үзілісте кезекшілердің терезені ашып, тақтаны сүртіп қоюын ескертеді. Тақта сүрткішті үнемі дымқылдап қояды. Балалардың үзіліс кезіндегі тәртібін қадағалайды. Бірде Сәуле, бір үзіліс кезінде дұрыстап демалуға тиіспіз. Ол үшін не істеу керек? Әркім өз ойын айтсын деді. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Үзіліс кезінде сыныпта жүгірмейді. Айғайлап сөйлемейді. Әрдайым әдеп сақтау керек. Балалар, қане, өз ойларыңды айтып көріңдерші. Мектепте қандай ережелерді ұстануымыз қажет? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Үзіліс кезінде сыныпта жүгірмейді. Айғайлап сөйлемейді. Әрдайым әдеп сақтау керек. Сөйлем соңында тыныс белгілеріне назар аудар. Жаңа ақпаратпен таныс болайық. Бірдеңенің жайын хабарлау мақсатымен айтылған сөйлемді хабарлы сөйлем дейді. Хабарлы сөйлемнің соңына нүкте қойылады. Мысалы, оқушылар мұражайға барды. Балалар, суретке назар аударайық. Үзіліс кезіндегі ережелерді құрастырып көрейікші. Үзіліс кезіндегі оқушының міндеттері. Оқушыға үзіліс кезінде жүгіруге, айқайлауға болмайды. Оқушылар бір-бірімен жағаласып, төбелесуге болмайды. Басқа оқушының затына рұқсатсыз тиісуге болмайды. Басқа оқушыларды кемсітіп, көңіліне тимеу керек. Жүрген жерін ластамау керек. Үлкенді сыйлап, кішіге қамқор болу керек. Міне балалар, осы міндеттерді есте сақтаймыз. Айжан мен Жұлдыз үй тапсырмасын талқылады. Оқушылар үзілісте шахмат ойнады. Асан мен Арай кітаптағы суреттерді қарады. Балалар, берілген сөйлемдер сөйлемнің қандай түріне жатады? Тамаша. Бүгінгі сабақтағы білімімізді
қорытындылау мақсатында бағамызды көрсетейік. Менің сабаққа да өзіме де көңілім толды. Тапсырмаларды өте жақсы орындап, жақсы баға алдым. Сабақ жақсы және қызық болды. Сабаққа жақсы қатыстым деп ойлаймын. Сабақтан жақсы ештеңе алған жоқпын. Не айтылғандарын да түсінбедім. Қызық емес. Қане балалар, көңіл күйіміз арқылы баға беріп өтейік. Осымен балалар, бүгінгі қазақ тілі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.